Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, өте нәзік әрі өте дәмді болып шығатын булочкалардың рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізге қант, ашытқыны қосып, жақсылап араластырып, 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Біздің апарамыз осылайша көтерілгеннен кейін барып, үстіне сары майонезді, жұмыртқамызды қосып бір араластырып аламыз. Оның үстіне илектен өткізілген ұнды қосып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр етіп илеп аламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерде қалдырамыз. Міне біздің қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді қамырды осылайша жай ғана қолмен жайып, соң кейіннен ұқтаудың көмегімен 0,5 мм болатындай етіп жайып аламыз. Салмасын дайындап аламыз. Ол үшін 200 грамм сүзбеге қантымызды қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыздың үстіне сүзбемізді осылайша біркелкі етіп жайып шығамыз. Мен арасына қатырылған малина мен қарақатты қосып жібердім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша мүйіз, жаңғақ қоссаңыздар, немесе ешнәрсе қоспасаңыздар да болады. Енді қамырымызды осылайша рулетик етіп орап шығамыз. Шеттерінің барлығын бір-біріне біріктіріп шығамыз. Осылайша жіптің көмегімен сопақ-сопақ етіп бөліп алуларыңызға да болады, немесе пышақтың көмегімен де кесіп жасаңыз да болады. Табамызға орналастырып, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут шамасында пісіріп аламыз. Табаға салғаннан кейін арасын кішкене алшақтау етіп салыңыздар, сізге булочкалар көтеріліп, үлкейіп әдемі болып піседі. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте әдемі болып шығады. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Арайлым.